Все. Мінекей сендерге бере қойын отчетты. Мындара. Шаршап баттық қой, достар. Так, мына қой шығып кетті ғой. Кіде. Ё-моё. Так, мынау тауық кепе. Мына тауықтар нормально көбейіп жатыр. Жұмыртқада. Ферма дейтін әдемі. Уж жұмысқа тұрғанма бір апта болды. Егінді өз қапты бір аптада. Ойбу, уж видео басталып кетті да. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Нерби. Достар, бүгінгі видеода бізде мен бүгін жұмысқа тұрған болатынмын. Мінекей осындай фермаға. Білетін шығарсыздар, сіздер алдыңғы бөлімде мен яғни көршім осы жұмыста маған айтқан болатын. Осы жұмысқа тұрған уж бір апта болды, достар, ойлаңыздаршы, бір апта жақсы жұмыс жасап отырмын. Қазір бұл жақта мінекей мынау фермерлердің жылқысы. Мынау енді фермерлер бүйтіп бараңат, анау сондай ғой. Так, мына жақта тауықтар бар. Так, сіздер кіріп көрсін. Ой, блин, шығып кетті. Так. Достар, бұлардың нелерін, жұмыртқаларын жинау керек та. Так, шығып кетейін тұр ғой. Кіріп кетейін ғой. Так, мінекей тауық кебе. Әзірге тауық аз, бірақ алда уақытта уже бұлар балапан ашады дегендей. Так. Осылардың бәрін әкіп кетейін, Так, жұмыртқа туып жатыр мыналар. Так, достар, бүйтіп жаптысыздық. Все, достар. Так, ой, өлтіріп қойыппыз, достар. Так, неха қойсақ. Все, так, тауықтардың несі бітті. Малдардың бәріне шөп бердім. Достар, ойлаңыздаршы, мен уже $30 тауық болған болатын. $30 нормально енді. Енді ойсып күннің күніге ғой жұмыс істейтін жұмыс істеп жатырмын. Енді достар, мына жақта егінді біз жинау керекпіз, достар, әлі. Бұл жақта қысқы азық мына егіннен жинау керек, достар. Бүгін жинап тастамасақ. Айтпақшы, достар, біздің фермада ит бар. Яғни түнде қаралы болып күзетші отырады. Так, ана жақта тағы фермерлер жүр, олар жылқы бағып жүр, достар. Так, в общем, мінекей мына жерде бір фермер бар. Так, мына жақта жылқылар бағып жүр, достар. Мына жақта үш фермер бар екен да, достар. Ё-моё, ну что за? Вау, ауыл бар екен да, достар, жақта. Мінекей мына жақта өзі сондай жаятын жылқылар бар. Достар, енді мен жұмысқа тұрғаныма өкінбеймін. Көршіме рахмет жұмысқа алғанына. Достар, даусым қарып тұр. Давайте, достар, мынаны жинап тастайық енді. Енді артық жұмыс болмасын дегендей. Так, төбеде заттар бар, айтпақшы. Айтпақшы, достар, біз осы жерге мінекей шөп, анау бәрін жинаймыз да. Олардың бәрін майдалап, бір верстаққа саламыз да, сөйтіп малдарға беретін боламыз. Еще бұлда қысқа азық, көктемде жұмыс істемесек, ерден құрға аламыз дегендей. Так, осындай мақтайға балайық та. Так. Аяғымызға ретіп кей байық. Аты қазір анақта нелер шабамыз. Шөптердің бәрін алып несе керек, ору керек уже. Так, крикетік. Енді бұның бәрін, достар, бұның бәрін орып, егем деген жақ қанша уақыт енді. Так, ал бастайық, ал жұмысты бастап кеттік ұш. Так, все, достар, бұнан бәрін орып біттік. Енді кейінірек бұны еге жатамыз, енді, достар. Так, егінді, бір істеп, газана жерге қою керек. Так, үстіне қойсақ. Есть чего слегка ему.
Так, өйстіп верстаққа кіреміз. Өйстіп достар аласылай ғана қиын болмаса. Только мынау достар жетпейді екен. Ну ладно, өйстіп қоя салайық осы жерлерге. Өйстіп мына жерлерге де қоя салайық. Бүйтіп. Так, осылай. Так, болды. Все достар, біттік болды жұмысты. Ал достар, неге мен бұл жерде жалғыз жүр десеңіздер, просто осы яқтың новый бастық келіпті да, жаңа көршім айтқан, сол новый бастық келіп осы жерді маған тапсырып кетті. Жаңа осы жерде жұмыстарды істеп қойды. Жартысын ғана ордады негізі маған, жартысын ғана қалған фермерлер орасылады деді. Олар просто жылқы бағып жүр деп, оларды не істемей ақ қойсын деген ғой. Так, все достар, бізде неге мал аз десеңіздер, өйткені біздің ферма енді алдағы уақытта малдарды жақсылап тұрып көбейтетін боламыз. Но бұл қора болмайды, енді басқа қораға көшетін шығармыз енді бұларды да. Так, осы жерлерде фермерлердің мінекей жылқылары. Так достар, бір үйге де үш қайтатын уақыт болып қапты. Так, общем достар, видео қысқа болды енді, ренжімеңіздер енді. Просто бүгінгі видео, короче, осы жұмысқа тұрғаным туралы болды ғой, короче. Я достар, қой енді үйге қайтып, үстімізді тазалап, жуынып, шайынып, үйге қайтайық енді, үйге барайық.